Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен осындай пирамида нан жасайтын боламыз. Барлығы граммен өлшенген, өте дәмді, дастарханыңыздың сәні болатын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен бізге керегі ыстық су, айран, бөлме температурасындағы сары май, барлық заттардың мөлшері төменде жазылған, тұз, қант, барлығын араластырамыз, дрожж салып араластырамыз тағы да. Соңында електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейміз. Ұн шамамен 1 килограмм 200 шамасында кетеді. Ұн кейде әр кезде әрқалай, сондықтан 1 килограмм салып, егер қатты қолыңызға жабысып жатса, тағы да 200 граммдай саласыз. Қамырды жақсылап илеп, бетін жауып жылы жерге орап қоямыз. Өте нәзік, жұмсақ қамыр келеді. Осындай жарты сағат жеткілікті, 30 минутқа қалдырамыз. 30 минут уақыт өткен соң қамыр көтеріліп қалады. Қамырды алып, барлығын грамдап өлшеп аламыз. Яғни бізде 7 нан болады, сондықтан 7 бөлікке бөлеміз. Ең үлкені 600 грамм, одан соң 500, одан кейін 400, 300, 200, 100, ең кішісі 50 грамм болады. Барлығын грамдап өлшеп алыңыздар, себебі әрқайсысы әртүрлі болып кетпесін. Барлығы осы бірінен соң бірі, яғни бір үлкен, бір кіші болу үшін грамдап өлшеп алуға тура келеді. Ең соңында осындай кішілеу бөлік қалады, сондықтан барлығына бірдей етіп бөліп жібереміз, егер кішілеу бөлік артылып қалса. Барлығын күлшелеп шығып, шетінен бастап нанды жасай береміз. Күту қажет емес. Күлшелердің бетін жауып, ең үлкеннен бастап жасай береміз қамырды. Дәл осылай видеодағыдай етіп жасаймыз. Қолымызға сұйық май жағып, сұйық маймен жұмыс жасаймыз. Ортасы қалың болып қалмасын. Ортасы кішкене көтеріледі піскенде, сондықтан жақсылап ортасын басамыз. Осындай ортасына ұзор жасайтын бар болса, осындаймен, немесе шанышқымен жасасаңыздар да болады, егер тіпті жоқ болып жатса. Нанның шет-шетіне әдемілеп гүл пішіндес етіп, ұзор жасап шығамыз. Қатты-қаттылап әдемілеп жасай беріңіздер, себебі қазір көтерілген соң барлығы теп-тегіс болып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай жақсы білінетіндей етіп жасап, бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық толмаған сүт құйып, араластырып бетіне жағыңыздар. Сонда біздің нан жылтыр әдем болып шығады. 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз міндетті түрде. 20-25 минут шамасында пісіп қалады. Бетіне күнжіт әдемілік үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын, нандарыңыз көп болсын.